Ал құрметті достар, бүгінгі видео осының алдыңғы видеоның жалғасы деп тапсақ та болады. Яғни уступка, табыстау. Сізде МПФ-тегі шектік сомадан асқан ақшаны жақын туысыңызға табыстау болып саналады. Дәл осы видеоны алғаш рет көріп отырсаңыз, осының алдындағы видеоны көріп шығуларыңызға ұсыныс жасаймын. Сонымен қараңыздар достар, біздің бүгінгі кейіпкеріміз Мақсат есімді мырза дейік. Мақсат есімді жігіт десек те болады. Ол Мақсатқа көмектесетін, яғни үй алуға әкесі, анасы және ағасы. Әрқайсысы өзінің МПФ-тегі шектік сомадан асқан сомаларын біліп алды. Сол артық соманы осы Мақсатқа үй алуға көмектеспекші. Сонымен достар, ең бірінші қадамды кім жасайды? Яғни ең бірінші қадамды осы Мақсат жасайды. mpf-отбасы.kz сайтына кіреді платформаға, ECP кілтімен қол қойып, бүткіл авторизациядан өтеді. Оны мен сіздерге осы видео барысында қазір көрсететін боламын. Ең бірінші қадамды осы кісі жасайды да авторизациядан өтеді. Арғартай әкесі, анасы, ағасы да сол сайтқа кіреді да, әрқайсы өзінің ECP кілтімен қол қойып, авторизациядан өтіп, артық ақшаны жақын туысыма берем деген кнопканы басып, соны таңдайды. Оны да сіздерге көрсетем. Яғни мына Мақсаттың иінін тереді, соманы тереді да, әр заявлениеға өтінішке қол қойып, яғни өзінің ниетін білдіреді. Мен МПФ-тегі артық ақшамды мына жақын туысқаныма берем деген. Көрдіңіздер да достар да? Міне осының бәрін сіздерге қазір осы видео барысында көрсетемін. Видеодан алыстамаңыздар, ары қаратай достар қараңыздар. Міне құрметті достар, Мақсат осы платформаға өтеді. Платформаға өткенде мына жерде барлық белгілі мақсаттар жазылған. Ол авторизациядан қалай өтеді? YT деген ECP-ға басады да, өзінің ECP кілтімен. Міне достар, осылай Мақсат кіреді порталға ECP кілті арқылы, паролін жазып, ECP кілтімен өтінішке қол қояды ECP кілті арқылы. Оған өтінішке қол қойғаннан кейін дербес деректерді жинақтауға және өңдеуге келісім беруге қол қояды және міндеттемелерге қол қояды. Жай ғана осылай авторизациядан. Ал құрметті достар, енді Мақсаттың жақын бір туысы да дәл осы біздің mpf-отбасы.kz платформасына кіреді. Яғни өздеріңіз көріп отқандай платформа жаңартылды, өзгертілді. Мына жерде негізгі 8 қадамды қап-қарағып сіздерге көрінетіндей қылып жазып қойды. Енді бұл алғашқы бетте сіз өзіңіздің жеткілікті сомадан асқан сомаңызды есептей аласыз. Бұл жайында мен арнайы бөлік видео түсірген болатынмын. Қандай мақсаттарда жұмсай аласыз. Сонымен Мақсаттың жақын бір туысы ақшасын өзінің бауырына бергісі келді. Ол да ECP кілті арқылы кіреді Мақсат сияқты. Ол да Мақсат сияқты авторизациядан өтеді. Авторизация дегеніміз достар, ол деген әр өтінішке қол қойып шығу. Яғни ол жерде сіздің өтінішіңіз осы неге қосылу бойынша, бірыңғай жинақтау жүйесіне қосылу бойынша өтінішіңіз, оның кейін сіз жайында дербес деректерді жинау мәселесі бойынша қол қоясыз. Оның кейін міндеттемелерге қол қоясыз. Міндеттеме деген қалай айтсам болады, сіз мынау бірыңғай жинақтау жүйесіндегі ақшаны белгілі бір мақсаттарға жұмсайын деп, яғни обязательство. Енді қараңыз, мұнда Мақсаттың ағасы осылай кіреді. Міне жерде бірыңғай зейнетақы төлемдері көріп тұрсыздар ғой, бірыңғай пайдалану тәсілін таңдаңыз деген кезде осы жерде жақын туысыма берем деп таңдайды. Ары қаратай мына жерде жеке табыс салығын қазір ұстасын ба, 10% ипн-ді, жоқ кейін зейнетке шыққанда ұстасын ба дейді. Мақсаттың енді ағасы жас, ол зейнетке шыққанда ұстасын деп таңдайды. Ары қаратай жақын туысыңызды таңдаңыз дейді. Мына жерде Мақсаттың ағасы, бауыры, яғни осы пунктті таңдайтын болады. Әкесі, анасы болса, естественно, әкесі, анасы, ұлы қызы болса, ұлы қызын таңдайды. Яғни қазір таңда Мақсат ағасы, яғни бауыр ретінде таңдайды. Мына жерге ол кісінің иін нөмірлерін жазады. Мына жерге жеткілікті сомадан асқан артық сомасын жазады. 500 мың мен берем деп жазады. Туысыңызға беру деген тетікшені басады. Тетікше басқаннан кейін өтініш мына жерде жинақталды. Құрметті достар, өтініш толыққанды. Енді Мақсат, Мақсаттың бауыры әр мына өтініштерге қол қойып шығады.
әр өтініштерге қол қойып шығады. Ол ЭЦП арқылы мен сіздерге міне бір ғана жолын көрсетейін, құрметті достар. Міне бір жолғы зейнетақы төлеміне өтініш, оған қол қояды, міне өзінің ЭЦП-сі арқылы кіріп, міне ол өтінішке қол қояды. Ол өтінішке қол қойған кезде міне көріп тұрсыздар өздеріңіз, жасыл болып жанады. Мына өтінішке қол қояды, енді міне оны да көрсетейін. Енді міне бұл деген жаңа Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес бір жолғы зейнетақы төлемін жеке табыс салығын ұстап қалу туралы, яғни жаңағы ИПН бойынша қол қояды. Өзінің ЭЦП кілтімен ол өтінішке қол қояды. Онан кейін бірыңғай зейнетақы төлемдерін басқаға беруге келісім, яғни өзінің жақын туысына беруге келісім қояды. Осының бәрін қол қойғаннан кейін, мына жерде мынандай өтініш бар, арнайы счеты бар, яғни осы жердегі арнайы счетына Мақсаттың ағасының ақша түседі. Арғарыптай достар, қараңыздар, ақша түскеннен кейін Мақсаттың ағасы Мақсат екеуі арасындағы туысқандық қарым-қатынасты дәлелдейді. Яғни ту туралы куәлігі, Мақсаттың ту туралы куәлігі, жеке туралы куәліктерін өзінің бәрін салады да, арғарыптай өтінішті Мақсатқа беремін деп шешім қабылдайды. Онан кейін банк ол ақшаны Мақсатқа жібереді. Енді бұл жерде бір ескерте кететін жағдай достар. Мақсат жаңағы ақшаны қабылдағаннан кейін, оны тағы да бір келесі үшінші адамға өткізе алмайды достар. Міне бітті. Осымен шектеу. Арғарыптай Мақсат оны 45 жұмыс күннің ішінде қолдану керек. Белгілі бір мақсаттарда. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сау, саламат болыңыздар.